Жастарға арналған 30 хадис, 4-ші бөлім. Бірде Алла елшісі Зайд ибн Сәбитке яһуди тілін үйренуді бұйырады. Бұның себебі Алла елшісі хат жазу және хат оқу мәселесінде яһудилерге қатты сенім артпайтын болған. Арада бірнеше апталар өткеннен кейін Зайд ибн Сәбит яһуди тілін үйреніп алады. Және сол сәттен бастап Зайд ибн Сәбит Алла елшісіне яһудилерден келетін хаттарды оқушы және де яһудилерге жазатын хаттарды жазушы болады. Хадисте Алла елшісі өзінің жас сахабасы Зайд ибн Сәбитке өзге қауымның тілін үйренуге бұйыруы, бұл үммет үшін өзге қауымның тілін үйренудің маңызы орасан зор екендігін білдіреді. Қанша тіл білсең, сонша адамсың деген. Психологтардың айтуынша, адамның сөздік қорын және ой өрісін дамытатын әрекеттердің бірі ол өзге тілді үйрену деген. Адам өзге тілді үйрену арқылы тек ол елдің тілімен ғана таныс болмайды, ол елдің мәдениеті мен руханиятын өзінің бойына сіңіретін болады. Әрине, тіл үйрену ол жасталғамайды. Дегенмен де біздердің жастарға деп айтуымыздың себебі, жастық шақта алынған ілім тасқа қашалған ою секілді дейді. Қарттық шақта алынған ілім мұзға қашалған ою секілді деген. Сол үшін де зейініңіз бен ақыл есіңіз жастық шағында орнында кезде барынша өзіңіздің уақытыңызды тіл үйренуге, руханиятыңыз бен ой өрісіңізді дамытуға жұмсаңыз. Альхамдулилля, альхамдулиллахи роббил аламин.